Кеш жарық достар, сіздердің көңіл күйдеріңіз қалай? Әр жексенбі сайын КТК телеарнасынан базар жоқ алаңын күтіп отыратын біздің көрермендер, біз сайысымызды бастаймыз. Келесі айналымға өту үшін біздің үміткерлеріміз сақадай сай тұр. Ол үшін біз қазылар алқасымен таныс болуымыз керек. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер, актер Нұркен Өтеуілов. Тамаша театрының директоры, керемет әзіл-сықақшы, драма театрының да актері Асылбек Бұранбаев. Әзіл-сықақшы, жобаның жетекшісі Тұрсынбек Қабатов. Сіздердің алдарыңызға қорықпай, нәзік жанды болса да ең бірінші болып бастан кеп тұрған Қуашбаева Ақ Мейірім. Достар, қошеметтеріңіз. Менің оқитын шығармашылығым. Ақмейірім, сәлем, қазір оқитыныңыз? Оспанхан Әубәкіровтың шығармашылығынан Кездейсоқ махаббат. Кездейсоқ махаббат. Жақсы, тыңдайық, қошемет. Кеше кешкілік екі қыздың әңгімесін естідік. Әй, прикинь, бір кісі маған сөз айтты. Соңымнан қалмай өз айтты. Аты жөні кім екен? Фамилиясын сұрамадым. Аты какой-то Жумекен. Институт бітірген. Видимо, доцент. На орысша сөйлесе. Сплошной қазақбайский акцент. Отырсам бақылап, қызметі зор. $1000 оклад. Квартирам бар дейді центрде. Говорит, жарымай қойдым кемпірге. Паркке бардық мы потом. Билетіңдер ме? Куда с таким животом? Өзі сондай толстяк, как шекспирский Фальстаф. Да такой он чудак. Кеше мұрны шулап, прямо мойным асылды. Көзін жұмып алған. Мойнымнан тістемек секілді. Ерні бір кусып піскен ет секілді. Мен так итеріп жібердім, что ол кекіріп жіберді. Айтады. Қарындас, шошымайық, давай қосылайық. Вот дура! Ладно, демедің бей, саған осы лайық. И так сама солай дедім. Уа, махаббат, соншама оңай медің. Ақ Мейірімге қошеметтеріңіз, достар. Ал енді Ақмейірім, бұл әзіл ғой, жаңағы Оспанхан ағамыздың жазғаны. Неге соншама мына ауыр музыканы қойып қойдың, бір кәдімгі қыз шығарып салып тұрған секілдісің? Музыкада отырғандар, бірақ мен ойладым, олар көңілді музыка қояды деп. Қойып жіберді. Онда тоқтатуың керек еді. Вот, осы музыканы қойшы. Былай түш қанат, кішкене. Ортаға келші. Осы музыкамен басташы. Осы бір неде, бір күні бір деп баста. Қой музыканы. Кеше кешкілік екі қыздың әңгімесін естідік. Ай, бір кісі маған сөз айтты. Соңымнан қалмай өз айтты. Аты жөні кім екен? Фамилиясын сұрамадым. Аты какой-то Жумекен. Институт бітірген. Жақсы, Ақмейірім. Енді басқа музыка қойшы, музыкаға байланысты ойнайды екенсің ғой. Егер жаңа ақырын музыка, осымен оқышал. Кеше кешкілік екі қыздың әңгімесін естідік. Ай, бір кісі маған сөз айтты. Соңымнан қалмай өз айтты. Аты жөні кім екен? Фамилиясын сұрамадым. Аты какой-то Жумекен. Институт бітірген. Видимо, доцент. На орысша сөйлесе. Сплошной қазақбайский акцент. Міне, осындай бір кішкене жандырандырып ойнау керек еді. Бұл әзіл, бұл Оспанхан ағамыз әзіл қылып жазған бұл деген. Бұл сатира ғой, тамаша. Маған орындауың әрі қандай музыка қойып тұр, соған байланысты екенсің. Банағы бірінші орындаған шынымды айтсам ұнамап еді. Одан кейін музыканы қалай өзгерттік, басқаша болып шыға келді.
клеткаларың ояна бастады жаңа. Екі қыздың әңгімесінде ортасындағы екеуінің бір-біріне байланысы бар. Негіз екеуінің характерін ұстап тұрсың. Енді осыны кішкене тағы да кеңейту керек еді. Характер беру керек еді тағы да. Кей кездері біреуіне айналып кетіп жатыр. Түсіндің бе? Ақмерім. Бәрекелді қарындасым, біріншіден жобаға қош келдің. Барлығы жақсы. Тегі уайымдама, қобалжыма, еш нәрседен қорықпа. Әрине шын әртіс сахнаға шығар алдында міндетті түрде қобалжиды. Қобалжымаған әртіс емес. Бірақ қобалжығаныңды сахнада ешқашан еш уақытта көрсетпе. Тамаша. Рахмет Ақмейірім. Базар жоқ алаңның жеңімпазы болсам деп келіп отырған тағы да бір азаматты қарсы алыңыздар. Тараз қаласы, жақсылық қылып жалғас. Қошеметтеріңіз достар. Ал енді біз қазақ құдасын құдайындай сыйлаған халықпыз. Біз қазақ өз құдасын құдайындай сыйлаған халықпыз. Құдалыққа мен негізі ауылдың жігітімін, тек қана ауылдың құдалығын, ауылдың ғана тойын көргем. Құдалыққа бір-ақ апта уақыт қалған. Ауылдың үйлерін білесіздер ғой, әктері түсіп қалған. Соны папа сылап жүреді, мама артынан әктеп жүреді. Босай, құдалардың келетін күн жақындап қалды ғой. Босай деп артынан әктеп жүреді. Сөймен есік алды тап-таза. Жиналған тап-таза, варатадан кіріп келгенде өлем мынау кімнің үйі екен деп таңғалып қаласың. Құдалық болайын деп жатқанын бір-ақ нәрседен білесің ғой, фундамент қап-қара болып боялып тұрады смоламен. Қап-қара болып. Мына есік алдағы байланып тұрған сабалақ етім анау огородтың бұрышына, сетканың бұрышына байланып тұрады. Есік ал тап-таза. Құда келетінге 1 сағат, жарты сағат қалған кезде музыкант келе жатады, жыртық колонкасын көтеріп бүйтіп. Той егесіне оның бірақ 2-ақ өтініші бар. Ұзын траникпен кішкентай стол тауып берші аппаратыма дейсің. Сонымен музыкант келеді, оны жайғастырып тастайсың. Бір кезде мынау үйдің ар жағында қазан саморын қайнап жүреді. Әулетте бір кісі болады ондай, білесіздер. Барлығы складты қарайтын, артына қол қойып, ана титанның астына отырсаңдаршы, ана қазанның асты қайнап жатыр ма, қазір құдалар келгенде ұят болып қалмасын деп бір көкеміз жүреді. Ең бір қызығы кухняның ішінде. Жеңгелерінің үсті басы ұн, қолдары қамыр, үсті басы май, бірақ жаңа келейін деп жатқан құда мен құдағидың қызы біздің үйдің келін. Қып-қызыл қалады, басында ақ орамал, аяғында ақ нәски, тамашын шүлек бар. Как будто күніге сөйтіп киініп жүрген сияқты киіндіріп қояды да. Көз бояушылық қой сөйтіп киіндіріп қояды. Сөйтіп жаңағы ойбай жұмыс істеп зыпылдап жұмыс істеп жатады. Мына жақта жеңгелерім, генерал жеңгелер өсек айтып отырады. Баяғыда біз қамыр илеуші, қазіргі келіндер арзу салатын болыпты деп қояды да. Сонда әңгіме жүріп жатады. Бір кезде папамыз шырылдап жүріп құдаларға звондайды. Ай, құда қаяқтасың? Мына бұрылсаң біздің үй, анау деп 10 рет звондап жатады да. Бір кезде құдаға айтады, шыдай алмай кетеді да папам. Яй, менің телефоным тариф айта берші, мына жерден оңға бұрылғаннан магазиннің жасыл варта деп құдаларды күтіп алып алдынан папа деген құдалар, келе жатыр құдалар, келеді ғой құдалар дейді. Газелдің ішінен 2 шустрый құдағи секір шығады. Құда, мені таныдың ба? Әлеугіңде осы үйге қуып келген мен ғой деп, жаңағы жеңешім қуып келген мен ғой деп атқанда папам да тұрады да, я қуып келіп, плотно қуып кеткен ғой деп қояды да. Сонымен құдаларды билеп үйге алып кіреді. Сонымен бір кезде ой лыпылдап қойып, ырым-жырым құда табақ болып жатады. Сол кезде мамамыз залдың есігінің алдында бүйтіп тұрады. Тамада бала 1 минутқа бері келіп кетші дейді. Тамада бала жүріп, не ғой, мына құдалардың қайтатын түрі жоқ, 2-ші үй дайын болып жатыр. Тамада бала өзіңнің тіл байлығың бар ғой, бір бәле қылып айтып шығарып жіберші дейді. Сонымен тамада келеді да құдаларды шығарып жібереді. Сол кезде мамамыз үйге кіріп келеді да, жаңағы әдем болып киініп алған келін айтады. Ана киімдерің бәрін шешіп шкафқа сақ қой. Ыдыс-аяқтардың бәрін жу, біз не 2-ші үйге кеттік дейді, пыр етіп кетіп қалады. Ал енді мені өткізіп жатсаңыздар 2-ші турға 2-ші үйдің құдалығын айтып берем. Ал 3-ші турға өткізіп жатсаңыздар 3-ші үйдің құдалығын айтып берем. Ал финалға өткізіп жатсаңыздар сол құдалықтың тойын айтып берем. Тойда жолығайық. Жалғас, Тараз қаласы. Сенің бойыңда, мен де шәкірт тәрбиелеп жүрмін ғой, Аллаға шүкір. Сенің бойыңда әзіл адамына керек бір жақсы қасиет бар. Бірақ орындап тұрған шығарма. Енді саған қазір соншалықты бір қаттысын айтуға бола қоймас, өйткені сен өнерді енді ғана бастап жатқан азаматсың ғой. Сондықтан да ойнап жатқан шығармаң монотонды өтті, ешқандай бір голосовой характер деген болады адамда, образ деген болады. Сол жағы кемшін болып жатыр, бірақ орындап жатқан шығармаң бәрімізге жетті, ауылдың өмірі. Рахмет. Мынау кей кезде былай болады, бізде көбінде осы әзіл айтатындар тіл жағынан қазақтың тілі бай тілі ғой, соны біз ұсақтатып алып жатамыз. Болсай, қойсай, үйтсей, бүйтсей деп күлдіргіміз келеді.
бірақ осы жағына қарасаңдар деп ойлаймын. Өзің жазыптың енді. Осы жағын нақтылап, түсініктілеп, біздің тіл қорымыз керемет қой. Сөзге бай халықпыз. Сендер тәрбиелеулерің керек. Осыны жазып жатсыңдар қазіргі. Келесте жазатын болсаң. Жаңағындай ұсақ түйек түсіріп жібереді сен. Онымен күлдірмейсің. Күлдіре алмайсың онымен. Рахмет. Бірінші үйдің ішіндегі құдалықты кішкене сен аша алмадың деп ойладым мен саған. Аша алмадың. Өйткені біз екінші үйде құдалық не болады екен деп. Азеке маған айтып, екінші үйде құдалығын көрейік, келесі айналымда деген секілді. Бірақ көрейік, өйткені әлі де тағы үміткерлер бар. Солардың әзілдері қалай болады? Соған байланысты сені келесі айналымдан көреміз бе, көре алмай қаламыз ба? Соған байланысты. Ерекшелігі бұл әлі Қазақстанда бұндай нәрсе бірінші рет болып тұр. Ерекшелігі алғаш рет болып тұр. Негізінде өнердің бәрі ауылда дейді ғой, түкпір ауылдарда қандай өнерпаздар жатыр. Соның барлығын жинап, осындай кастинг жасап жатқан базар жоқ алаңына мен ғұмыры ұзақ болсын деймін. Рахмет. Рахмет. Өте алмай қалсаң да дәл осы тілекті айтасың ба бізге? Өте алмай қалсам да осы тілекті айтамын, себебі осы базар жоқ алаңында қаншама менің бауырларым өнер салып жатыр. Достар, қошемет, құрметтеріңіз. Тараз қаласынан келіп тұрған Жалғастың өнерін тамашаласаңыздар, тағы да Жалғастың жерлесі Құттымұратов Нұрболат, Тараз қаласы. Мен енді өзім жалғыз өзім келіп отқан жоқпын бұл сахнаға. Өздеріңізге белгілі, танымалы Хит ТВ арнасының жүргізушісі, жұлдызы Қазбек Қасым ағамыз. Ортада шапалаққа. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Олай болса бүгінгі кешімізге кеп отырған бірталай өнер адамдары кеп отыр. Олай болса келесі болып сахнаға шығатын Алдараспан Ысқақ театрының директоры Нұржан Төлендиев. Ал. Ассалаумағалейкум бәлеміз. Дейсің. Мынау Тұрсынбек, жалпы талаптар оң бола берсін. Осы жоба қатысып отырған барша азаматтарға қазақ өнерінің биік шыңдарынан көрінетін азаматтар табылсын. Рахмет халқым. Енді осы жобаға мен де қатысайын деп едім десең. Деп мінекей Нұржан Төлендиев ағамыздың ақ тілегін естіңіздер. Олай болып келесі болып сахнаға шығаратын әзіл әлемінің директоры Тұрсынбек Қабатов. Аға енді немене күйтіп өттіңдер енді аға. Аға енді осы жобаны алып отырмыз енді аға енді. Аға жалпы деген мынау енді аға. Енді базар жоқ алаңы деп айтып жатырмыз енді аға. Енді тек қана осы енді жан жақтан жинап жатырмыз енді аға. Енді жігіттер тек қана енді түсіндірген сәттілік енді аға. Рахмет. Деп мінекей Тұрсынбек Қабатов ағамыздың өнерін көрдіңіздер. Олай болса келесі болып сахнаға шығатын Қанат Әлжаппаров. Осы кісі бәрім өмір құтқан негізші мен. Негіз жүрген мен Қызылорданың ажанда терең өзек дейтін ағал бар, ажанда қалжан ақуым деген. Жүрдім, бір кезде Тұрсынбек замады. Алло, Қанат деді. Я дедім. Біздер давай деді, кастинг ұйымдастырамыз деді. Жарайды, мақұл дедім. Бір кезде айтты, сен деді, давай деді, кастинг ұйымдастырамыз, жан жақтан жастар жинайық деді. Мақұл дедім. Сөйтіп Алматыға бардық, Астанаға бардық, бәйтіп бәріміз жинадық жастардың бәрін. Сөйтіп осы Алматыда кастинг ұйымдастырып жатырмын. Енді тек қана жігіттерге сәттілік тілеймін енді, аға, рахмет. Деп мінекей Қанат ағамыздың өнерін тамашалаңыздар. Олай болып келесі болып сахнаға шығатын әншілеріміз де келіп отыр бүгінгі топта. Олай болып келесі болып сахнаға шығатын әнші Еркін Нұржанов. Сенің мөлдір алқаңның сыңғырындай әдемі, күміс ырғаң алқаңның баурап алды әдемің. Сапалақты аямаң, жастарым ғой қайдасын,
махаббатты мәңгі сақтаңыз. Рахмет. Мен айтарым жоқ. Әсет өзіңіз. Менің сенің бойыңнан байқағаным, саған пародия жанрына баруға болады. Бірақ сен сахнаға шыққаннан сылбыр шықтың да, сол аяғына дейін сол сылбырлау болып қалды. Бір әдемі нәрсені бастайсың, аяғына дейін жеткізбей ортасынан қалып қойып жатсың. Талабың бар, икемің бар, даусың бар, бәріне келіп тұр. Бірақ жұмыс жасау керек, еңбектену керек, көрсету керек. Бірақ сәт қой, сахнаға шықтың, көрсеттің, кеттің. Нұрболатқа қошеметтеріңіз достар. Қашаннан бері пародия жасап жүрсің, қашаннан бері пародия салып жүрсің? Бір 2 жылдай уақыт болып қалды бұны салып жүргенге. Мектеп кезінен бастап салды сол. Жалпы сен один в один кәдімгідей точь салып шықтым деп ойлайсың ба? Енді үміттеніп отырмын, енді үмітсіз шайтан деген ғой. Құрметті базар жоқ алаңның көрермендері, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сайысымызды жалғастырамыз. Сахнада Мұрзамбет Әсемгүл, Астана қаласы. Негізі ақындар да, ғұлама ғалымдар да, тіпті ғарышкерлер де бірінші жетістігін аналарына арнайды. Мен де бүгін сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп тұрғанымды жеңіс деп біліп, анама арнағым келеді. Біздің аналар өте керемет адамдар, кереметтігі соншалықты кейбір кезде олар түсінбейсің. Сол шайға енді отыра берген кезде былай бастайды әңгімені. Кеше елеукен алоэ вераға кіріпті. Ана алдында көзінің асты ісіп, арықтап өлейін деп жүреді. Бүгін кәм семіріп, қолпырып кетті анау деген. Білмеймін, ана алоэ вераның не құдіреті бар екен. Мына оказывается ауада 98% клещтер мен бактериялардан тұрады екен. Ол ауада көзге көрінбейді да, асқазанға түсіп, асқазан теседі екен. Сол үшін екен біздің ауырып жүргеніміз. Ана әкеңнің аяғы сырқырап жүргенінде содан екен. Мына алоэ вераның соғын іш, сосын сен жазыласың дейді. Ана алоэның өсімдік екенін біліп тұрасың, сосын айтасың, мама, қош, алоэ ғой, қалай ішесің, адам жүрегін айтады дейді. Деп жауап бересің. Сосын анаң айтады, іш, бір рет ішіп көрші, ұнамаса қоясың, бір рет ішіп көрші дейді. Сосын, мама, қош, қалай ішесің, адам жүрегін айтады ғой десең, анаң жауабы, кола ішкенде жақсысың, сухарики жегенде жақсысың, бәле бәтердің бәрін жегенде жақсың, осы мен саған пайдалы бірдеңе алып келсем, өстесің де қаласың. Сен тіпті бар ғой, сен не әкеңне жақсылық түсінбейсіңдер сендер. Аумай қалғансың сен. Жоқ, сен бар ғой, өскен сайын Айгүлге ұқсап баратсың дейді. Құрметті көрермендер, мен айтайын Айгүлдің кім екенін. Айгүл деген менің әкемнің туған жеңгесі. Яғни менің анамның абысыны. Мен ешқалай ол кісіге ұқсай алмаймын. Тек ана абысындық, араздасты, көре алмаушылықтың бәрін маған келіп жайып салады да. Сосын көңілін аулау үшін, мама, әкел ішем десең, стакан тартып қалады да. Ішпей-ақ қой. Саған ешкім жалынып отқан жоқ, айналайын. Ешкім сенің аузыңа тықпыштап отқан жоқ. Бірақ маған ертең ауырдым деуші болма дейді. Сосын басқаша қалай көңілін ауласам екен дейсің да. Мама, осы алдында iPhone 6 шығыпты, марал алыпты дейсің. Жоқ қой, енді ақша жоқ, білесің. Баста кредит бар, сон бәрін білесің. Не жұртқа ересің сен? Неге жұртқа ересің? Bir gün өзің бол, екі иығың арасында басың бар емес па дейді. Сосын, мама, еркесің ғой, мама, алып бері қойшы, осы жұрттың балдарын бәрі ұстайды ғой десең, мамаң жауабы, сат онда мені, сат. Мені сатта, соны ал, әкеңе де керек емеспін, мен осы үйге шеше керек емес шығар осы. Сосын, ойлап отырасың да, сосын баласың ғой, арам ой келеді басыңа. Мана көре алмайтын абысына Айгүлді айтасың. Осы Айгүл апа баласы Мақсатқа алып беріпті ғой дейсің. Жаңағы зат қанша тұрады дейсің? Сен ана Сульпак Технодом анау-мынаудың бәрін арала. Қай жерде жақсы, арзан екен біл. Ертең ана әкең премия алам деп бірдеңе қылып алып берем. Айгүл алып берсе мен алып берем. Уайымдама дейді. Құрметті көрермендер, осы мен айтқым келеді.
аналарымыз бізге қанша жақсы болсын деген ниетпен қаталдық танытса да, бізге деген жүрегі ақ. Құрметті достар, Әсемгүлде ерекше құрметтеріңіз. Әсемгүл, мен шынымды айтсам, сенің бір әзіл орындауың, бір шеберлігің бір ерекше екен. Соңына қарай кәдімгі шынымыз керек. Мен өзімде көз алдыма анам елестеп кетті. Менің анам да тура сондай еді. Мені сатыңдар, тамақ пісті ме десе, ішіне түсем ба енді деп жаңағыдай. Негізі біздің осы бір жобамызға, біздің алдағы уақытта театрда негізі қыздар жоқ. Осындай бір Әсемгүлдей қыздар болса, тіпті керемет болар еді. Рахмет Әсемгүл. Сенің анаңның қандай адам екен мен көз алдыма елестеп отыр. Не осылай болу керек. Тағы да дайындал. Құттықтаймын, рахмет саған. Бәрекелді, айналайын қарындасым. Осы жобаға қатысқанның өзі сен үшін үлкен жеңіс. Үлкен бір қуаныш, бақыт десем де артық айтпағандығым болар. Жалпы қыз келіншектер өте аз осы әзіл әлеміне барып жүрген. Сол Лидия апамыздан бастап, Данагүл, Гүлбаушаннан кейін тағы да бірді екілі қарындастарымыз шықты. Соның артын жалғастырсаң, жалпы жақсы болар еді деп ойлаймын. Апалардың жалғап ізімен приколын айтып жүре берсің. Рахмет. Әсемгүлге қошеметтеріңіз, достар. Өзім жаздым болғанда менің анамның шынай өмірдегі типаж дейді ғой, өзінің келгісін бір әрлендіріп, кішкене орнықты қалап, бәрін бір қосып, сол енді. Жобаға алып келдің. Енді жалпы болашақта енді келесі айналымға өтсең, сенде тағы да әзілдер бар ма? Бұйырса жазамыз деген жана ағаларымыз бір жол сілтеп айтып жіберді. Қандай енді басқа рөлді сомда деген, басқа қазіргі қоғамдағы проблема қыздардың темекі шегуін сол бағытта жазып көрем, бұйырса деген тілектемін, ниеттемін. Барлықтарыңызда аналарыңыз естеріңізге түсіп отқан болу керек, ал енді мен ортаға қазір басқа бір нәрсені естеріңізге түсіретін адамды шақырайын. Жакенов Махамбет, Орал қаласы. Мен бұл жобаға көбіне негізі анекдотчикпін, дұрысына келген. Анекдот айту керек. Енді мына ойлап қалмаңыздар, мына бүгінгі керемет жоба болып жатыр. Сіздер ойлап қалмаңыздар, мынау енді қыртыс костюммен неге шығып жатыр, таңертең сағат 8-ден бері осы жерде жүрміз. Кешкі сағат 9 болды. Мына костюм демекші баяғыда бір ағамыз тойға баратын болып жеңгеміз айтады дейді. Жаным, менің қара костюмым дайын болса, жоқ жаным дайын емес. Кеше жуып едім, қысқарып қалғасын ілмеп жердім деп. Онда менің көк костюмым дайын болса, жоқ жаным дайын емес. Кеше жуғасын, қысқарып қалғасын екінші ілмеп бер жердім деп. Ағамыз жеңгеміздің бетіне қарап тұрып, жаным, мені жуындырып, өзіңнің кішесіңнің беріп жүрсең қалай болады дейтін көрінеді. Енді мына баяғыда бір досы қатты ауырып атып, досын шақырады дейді. Келіп кет, досың ауырып жатыр, бір нәрсе тапсыратын болар, келіп кетті, бәлеске жауып барып, досым не болды, досы анау ауа жұтқышпен жатыр дейді, жауып келіп отырып қалса, деп, ручка қағаз сұрап, бүйтіп жазып болғаннан кейін дос жүріп кетті. Көмтсап, өлгеннен кейін пақырон жасап, еңіреп жылап, досым не жазды екенді оқып отырса, ей оңбаған, сен ана менің шлянкімді баспағанда мен әлі тірі жататын едім деп. Мынау енді шыны керек, енді жаңа шаш деп атыстар қойды. Мен бір күні далада ұйықтап қалсам, таңертең тұрсам, төбеме құс жұмыртқалап кетіпті. Рахмет. Махамбет, менде бір сұрақ. Сен жаңа айттың, анекдотчикпін дедің, оған ешкім қарсы емес. Бұл жобада шектеу жоқ. Ең бастысы халықты күлдіру. Бірақ бұл жаңа орындаған анекдоттардың өзіңдікі ме? Жоқ, естігеніміз бар халықтан. Онда сен анекдот орындаушысың ғой? Орындаушы. Анекдотчик деген ол анекдот жазып, өзі орындайтын болса, ол анекдотчик. Жалпы енді жеткізгеніңе жақсы жеткіздің, бірақ ішінде сөздің ашығы енді естігенде қалжыңдар болды. Бірақ енді бұл әзіліңе мен шынымды айтсам, оралдықтарға енді мақтауыма да қорқам. Экран алдында отырған көрермендер өзінің жерлесі болғасын, сіз айтыңызшы Асеке. Мынау осы жанрларға қарай алып шығатын болсаң, жалпы жаман артық шықпайды сенен. Сенің шашыңда ойнап тұр, түріңде, қасыңда, құлағыңда бәрі ойнап тұр. Жалпы сен киноға түсуге мүмкіндігің бар екен сенің жалпы.
Өз-өзіңе жұмыс жасауың керек. Анекдоттың бәрі жетті деп айта алмаймын, шынын айту керек. Монотонды болып кетті бәрі. Біркелкі, ешқандай анекдот кішкентай бір 2 секундтық анекдоттың өзін құлпыртып бір үлкен монолог сияқты қылып жіберуге де болады. Сондықтан да әлі де болса жұмыс жасау керек. Жалпы сенің болашағың бар жігіт сияқты. Мына түрің сенің сахнаға келеді сенің. Қошеметтеріңіз Махамбетке. Біркен. Махамбет, сенің өзіңе сай емес орындап жатқан дүниелерің. Сен бұдан да үлкен нәрсе қолынан келеді негіз. Келбетіңе қарасаң, сөз саптауыңа қарасаң, бірақ өз-өзіңді аяйсың ба, маған сондай көрінді. Саған да үлкен, кеңірек, құлаштап жұмыс істеу керек. Мен өзімде солай ойлап тұрмын. Әділқазылардың айтуы дұрыс. Олар сахна көрген, өмір көрген, сахнаның қандай екенін біледі. Енді біздер мынандай керемет актерлардың алдында да азап қысылып қалады екенсіз. Жалпы мен естуімше сен актерсың, бірақ көптен бері сахнаға шықпағансың. Мысалы, мықты таксисттің алдында таксистермен мықтым деп айта алмайды ғой. Мықты актердің. Мен ешқашан да өзімді актер болғанмен актермін деп әлі айта алмаймын. Құрметті көрермендер, біздің жобамызға жан-жақтан әр түрлі әзілкештеріміз келіп жатса, мен қазір ортаға шақырайын деп тұрған еліміздегі танымал театрдың актері. Тамаша театрдың актері Саттар Ерубаев. Қошеметтеріңіз. Өшір, аттың өкпесін өшіресің. Базары жоқ. Алаң көрермендері көңіл күйіміз қалай? Жоқ, бұл жарамайды. Отырғаннан кейін бір шулап отыру керек қой. Көңіл күйіміз қалай? Мынау енді менің атым Қанымай. Қалмаңдаршы танымай. Ойбай, қарнымай. Асылбек аға, Үркен аға, Тұрсынбек аға. Енді аттан түсіп сәлем беруге де болар еді. Салмақты көріп тұрсыздар енді. Атқа мінсем түсәлмеймін, түссем қайтып міне алмаймын. Атта тұрып бір сәлем берейін. Жалпы ағаларыма, жалпы қонақтарға бір сәлем. Мына атқа мініп алған қыз не істеп жүр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Біле білсеңіздер, мына ортада отырған Тұрсынбек деген жігіт менімен жүрген ғой негізі. 3 жыл жүрдік қой, 3 жыл. Шымкентскаясын деп мені лақтырып, мөлдірді әп кетті ғой бұл. Сол мөлдір туған балаларды мен де туар едім ғой. Мен 2-ақ нәрсемен жүрдім. Біріншісі Тұрсынбекпен жүрдім. Тұрсынбек лақтырған екен, мына аттың үстінде жүрмін. Байың жоқ болған екен, жерге де түсе алмайды екенсің ғой. Баяғыда атам қазақ айтушы еді. Ой баяу, анандай жерде бір қыз бар екен. Қыз көріпті, қыз ұнапты, қызды алыпты деп. Құдай-ау, мені даже маған көз қырында салған жоқ қой. Орында бар оңалар деп, отырған қыз орында бар деп, айналайын отырып, плотно отырдық қой. Содан кейін жігіт іздеп шықтым. Мен сияқты белі қылдай. 90-60-90. Үкідей үлбіреген қызға қарамайтын еркектердің көз шықсын. Мақтауменен бөз өтеді, атаменен қыз өтеді деуші, ата даңқымен қыз өтеді деуші. Хит атамыз болмаса не істейміз енді? Мынау Тұрсынбек кастинг жасап атыр дегеннен кейін атпен сонау Жетісайдан келатырмын. Кастингке үлгермей қалдым. Араларыңда бір жақсы, мықты жігіт болса, базар жоқ жігіттер шығатын болса, мені мықтылап, осы жерде қазақтың ұлттық ойынын қыз қууды ойнап, жетіп жатса, қолымды берем. Бар ма жігіттер араларыңызда? Шығыңыздаршы. Сен ба? Айналайын, сен мен балам сияқтысың ғой жаным ау. Сен ба маңбай болатын? Сен атқа шабаласың ба өзі? Шап-шау. Көрейік. Обе, ай. Қыз текен ма, немене біле? Ай.
Сен мен қуаласын бөзі? Қуып, бетімнен сүйсең, мен саған тием. Ал сүймесең, мына мен жаныңды шығарам, білесің ба? Ал, олай болса, қазақтың қызғу ойын тамашалаңыздар. Ойбай, мұнаның нафоры мощныйға айналайын, ау. Еркелей, наконец-то бай табылды. Жақсы болды. Отырған қыздар орын тапсын. Барша қыздардың арманы орындалсын. Қыздар, бақытты болыңыздар. Таттар, енді халықтың алдына шығып жүрген азаматсың ғой. Мынау дайындығың, сенің мынау ат мініп келгенің, сәукеле басыңдағы сырға, бір энергия жетіспей ма әзіліңде? Бір сондай бір кішкене жетіспеушілік болды. Негізі, Саттар, біз сені өте жақсы көрем. Сахнада жүргенде, мен алдымен осы жобаға қатысуға рұқсат берген көптеген театрлар бар. Енді өзінің актерларын бұндай жобаға көбіне қатысуға рұқсат бермейді. Асеке, өзіңізге көп-көп рахмет. Осы жігіттердің бағын сынауға, бос уақыттарыңызда осындай жобаларға қатысыңыздар деп. Жалпы енді Саттар, әзілдің жалпы астары бар. Қазақтың ұлттық ойыны қызғу, әдемі қазақша шығып, қазақ атпен бұндай әзілдер негіз бізге керек. Бұл нағыз қазақ әзіл. Енді ішіне тек кішкене бір әзілдер қосып жібергенде бұл нөмір тіпті жандандырып шыға келетін еді. Рахмет. Саттар деген енді менің шәкіртім ғой, енді шынын айту керек. Енді Саттар ақыры келгеннен кейін дәлелдеуің керек еді. Болашақта Құдай қаласа дәлелдейтін шығарсың деген ойдамын. Бұйырса. Осындай әзілсқа өзім осы салада жүрмін. Бітіргенім енді театр және кино актер, бірақ өнер саласындамын. Жаңа Ерболат бар, Дәркен, осы театрдың жігіттері жаңа әдемі сұхбат болды негізі. Ағаларым шынымен бір-бірімен араласып, неге араласпасқа? Дұрыс. Бәріміз пұшпақ илеп жүрген бір пұшпақтың терінің пұшпағы ғой. Менде ондай не болған жоқ ой. Жаңа жас балдармен жүремін деп. Мен көрейінші дедім. Мен театр өнер академиясын бітіргеннен кейін бұндай жаңағы неге қатысқан емеспін. Құрметті көрермендер, құрметті достар, мінекей біздің де келесі айналымға өту үшін үміткерлеріміз өз өнерін көрсетті. Кімнің өткен, кімнің өтпегенін қазір қазылар алқасы шешетін болады. Мен әзірге жарысқа қатысушыларды ортаға шақырам. Қошемет құрметтеріңіз. Бұл енді, бұл алаң шыны керек көптеген осы сахнаға шығуға армандап жүрген. Қазіргі таңда қиын болып кетті ғой, сахнаға шығу да, телеканалдағы бағдарламаларға да қатысу да. Бұл кішкене, бұл КТК арнасына рахмет. Бізге осындай мүмкіндік беріп отырған. Нағыз сайыс 1-4-тен басталады. Келесі айналымға өтетіндер нағыз сайыс басталады. 24 адам, оның ішінен 16, оның ішінен 8 үміткердің арасында финал. Ал келесі айналымға өту үшін осы жерде біз енді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, театр актері, әзіл сықақ театрының актері, тамаша театрының көркемдік жетекшісі Асылбек ағамыз отыр. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актер Нұркен Өтеуілов мырза, мен бар, барлығымыз ақылдаса отырып, келесі айналымға лайықты немесе мүмкіндігін берейік деп отырық сіздерге. Осы жолы келесі айналымға жолдама Нұрболат, Тараз. Нұрболат, саған мүмкіндік беріп отырғанымыз міне Нұркен ағаңыз. Нұрболатқа мүмкіндік берейік. Өйткені Нұрболаттың потенциалы бар, әзілдері жақсы,
бірақ кішкене жеткізе алмай тұрсын пародияңды, әлі сенде уақыт бар, келесі айналымға дейін сондан дұрыстап дайындал, айнаның алдынан шықпа, жаңағы сомдайтын әншілерің болсын, тағы өнер адамдары болсын, ел ағалары болсын, қоғам қайраткерлері болсын, солардың барлығын дауысын естіп, келесі жолы мен ойлаймын, Нұркен келесі айналымға тіп шығарғанына қуанып отыратындай. Жақсы? Үміт күтеміз, сенен жақсы сенеміз. Келесі жаңа айттық, өте әдемі орындады. Залда отырған көрермен болсын, экран алдында отырған көрермен болсын. Осы жолы анасы туралы айтса, келесі жолы бәлкім әкесі туралы айтар. Әсемгүл. 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 Ақтау қаласы Шектеудан. Әсем, жарайсың. Ешқашан қимылмен, бетпен, жаңағыдай битіп күлдірмей, сөзбен күлдіру ең бастысы, ішіндегі сөздің мағынасымен. Келесі, мүмкіндік берейік деп отырмыз. Үшінші адам. Үшінші, мүмкіндік берейін деп отырмыз. Үшінші адамға, ол бізде әзіл енді кішкене төмендеу болды, мен оған келсем. Өйткені ол әзіл төменбес. Бұл орындағаны ол керемет әзіл. Бірақ орындау кішкене бас жағында төмендеу қалып, одан кейін барып музыкасын ауыстырып, кішкене жандандырып, одан тағы музыка ауыстырып, одан тағы жандандырған ақ мейірім. Ақ мейірім, саған кішкене мүмкіндік беріп жатырмыз. Алдағы уақытта сенен бір жақсы әзілдер күтеміз. Жақсы ма? Жақсы әзілдер күтеміз. Осы жол жақсы орындадың. Асылбек ағамыз мүмкіндік берейік. Потенциалы жақсы екен, ешқандай актриса емес, кәдімгі драма театрын, кейбір университет бітірген қыздардан да жақсы деп отыр, орындау шеберлігін. Сонда сенен үлкен үміт артып отырмыз. Келесі айналымда сенен жақсы әзілдер күтеміз. Ақ мейірім. Бұл да осы Қазылар алқасының ақылдасуымен потенциал бар. Бұл жігітті дайындаш, бұдан керемет бір юморист шығады деп отыр ағамыз. Махамбет. Махамбет, Орал қаласы. Және келесі жолы біз 5-ші адам алайық деп отырмыз. Келесі жолы аттан түсетін шығар. Бәлкім ол атқа бір жігіт мінетін шығар, қыз іздеп. Келесі айналымда бізге кішкене шынымыз айтсақ қызық болып отыр. Сен не істейтінің? Саттар. Қошеметтеміз. Саттар Ерубаев. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы. Енді Асеке, Нұркен, айбет берсіздердің, мен тағы бір жігітке бір мүмкіндік берейін деп отырмыз. Шыны керек? Осы жолы өйткені орындау шеберлігі бар, бірақ біз айтып отырық қой, келесі жолы олармен біз жұмыс істейтін боламыз. Қазіргі жолы олар өздерінің әзілдерін алып көріп өтсе, келесі жолы олармен біз жұмыс істейміз. Өйткені оған жазып берген әзілді алып шығатын секілдік бір мүмкіндік берейік. Жалғас. Жақсылықов Жалғас, Тараз қаласы. Келесі айналымға өткен үміткерлерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Тұрсынбек Қабатовтың жобасында кімнің жеңіске жеткенін білгілеріңіз келсе, апта сайын сіздерге күлкі сыйлап жүрген базар жоқ алаңын жіберіп алмаңыздар. Әр жексенбі сайын КТК-да. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Базар жоқ алаңы. Сіздермен бұл жобада Тұрсынбек пен КТК. Өнерге бар әркімнің таласы, табылыңдар базар жоқ алаңынан. Тұрсынбек Қабатовтың жобасы, талантты таныған талабынан. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, өнерлі жастар қатысқан, жас таланттар. Өмірде самға таңда жанған бағыңды, өз жолыңды таба білгім өнерден талма жалға арман жолыңды.
әзілдері жарасқан, жаңа жоба жайдарлы жалғасуда. Өнерлі жастарынға жол ашқан, базар жоқ КТК арнасында. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, өнерлі жастар қатысқан, жас таланттар. Өмірге самға таңда жанған бағыңды, өз жолыңды таба білгім өнерден. Өнерден талма жалға, арман жолыңды, арман жолыңды. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, өнерлі жастар қатысқан, жас таланттар. Өмірге самға таңда жанған бағыңды, өз жолыңды